Жігіттер, ең үлкенің жастары нешеде? 98 ба қанша? Жоқ, жыл емес, жасы нешеде? 26-да үлкені. Деректер нешеде? 25-те. Мектеп қандай бұл? Қандай мектеп? Мектеп 10-11 сыныпта ғана olan мектеп, жоғарғы мектеп. Оқушыларды үлкен өмірге ұбт-ға дайындайтын мектеп. Жалпы балалардың мамандығын таңдауға көмектесетін, өзінің табуына көмектесетін, одан бөлек ұбт-ға дайындайтын мектеп. Толыққанды мектеп бұл, Толыққанды таңертеңнен кешке дейін оқытатын. Осы жерде ұбт-сы дайындалады, осы жерде мамандығын таңдайды, осы жерде сабағын оқитын полный комплект болып барлығы. Жаңа математикадан кім береді дедіңдер? Мен Мақсат ағай жақында Математикадан одан кейін береді. Бағлан ағай осы 3 кісі береміз. Высший математикадан. Сендерде бірақ не ғой? Алгебра мектепте, иә? Алгебра мектеп. Серік ағайымыз бізде биология пәнінен береді. Бізде Бағлан ағайымыз математика, Азамат ағайымыз бізде ментор. Ментор деген енді қазіргі заманауи тілде кәсіби бағдар беретін маман ғой. Яғни сынып жетекші Азамат ағайымыз бізде ментор. Шаруашылық жөніндегі орынбасар Бекболат ағайымыз. Сосын бізде түлектерді өзіміз тәрбиелейміз. Яғни бізде мектепті бітірген түлектермен егер Қызылорда қаласына оқуға түсетін болса, біз ол оқушыларды педагогикаға дайындаймыз, яғни. Өзімізден кейінгі буын тәрбиелейміз. Бұл мектеп ашылғалы қанша уақыт болды? Қызылордада 3 жыл болды. 3 жыл болды. Қазақстан бойынша 14 жыл болды. 14 жыл. Жаңа 9-дан бітіріп келіп, 10-11-де оқиды осында, иә? 11-де оқиды. Қазіргі таңда негізі 1 мен 11 сыныптан бастап оқып бастап кетті. Басқа қалаларда, иә? Таразда бар. Бізде 1-ші, 11-ші сынып. Қызылордада 2 филиал бар. Енді мысалға, осы Қызылордада 3 жылдың арасында жетістік қандай? Мысалы, қанша бала оқытып, соның қаншасы жаңа ұбт-дан өтіп деген сияқты, сондай жетістік қалай? Статистика. 1-ші жылы 125 оқушы бітірді Қызылордадан. Оның 93% грантқа түсті. 2-ші жылы 103 оқушы бітірді. Оның 88% грантқа түсті. Биылғы жылы 200 оқушы бітірген бітірді. Жақсы. Әдемі. В общем, саны ең креативный бір мектеп бұл, иә? 211-ші класс бітірді мектептен. И Қызылордада болмаған еген 15 алтын белгі бір мектептен шығады. Қанша? 15 алтын белгі иегері бір мектептен шығады. Одан мақтану керек қой енді. Бізде IELTS-қа дайындайтын бар, біз IELTS-қа дайындаймыз. IELTS енді жүзуден жарыстар, ағылшын сертификат. Бізде Тағы не бар, айтып қалыңдар. қазіргі таңда 26 оқушы IELTS алды. Общий потолығы қандай негізі? Оның потолығы 9 балл. Бізде қазіргі таңда ең жоғары балл 7,5 балл бізде. 7,5 балл бізде бар. Шетелге түсіреміз. Алдыңғы жылы бізде Малайзия, Польша, Турцияға түскен оқушылар болды. Осы жылда енді сондай оқушылар. Енді мен бағасын анау-мынаусын айтпаймын, сұрамаймын. Жақсы, жігіттер сәттілік. Мен қуаныштымын өте осындай мектептің барын. Келте алған келте құмар. Әні міне дегенше түгесілер әжем айтқан.